сабағымыздың тақырыбы шығыс септігі, мақсаты зат есімді септеу, тәуелденген сөздердің септеулерін білетін боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз біздің табиғатты қорғау. Ол үшін біз қазір мына көбелектерді гүлден ұшыру арқылы табиғатты қалай қорғаймыз, соны білетін боламыз. Қазір көзгерге көбелекті ұшырамыз. Қамқор болу. Қорғау. Келесі, Ұлжан. Көбелекіміз жоғары ұшып жатыр, иә? Суды үнемдеу. Суды үнемдеу. Шегу, ауаны ластамау, өсімдікті жумау, қамқор болу, қорғау, суды үнемдеу, жанашырлық. Келесі балалар, өткен сабақты қайталау мақсатында біз қазір аңдардың бізге жіберген хаттары бар екен, соларды оқып тапсырманы орындаймыз. Алға. Қазақ тілінде екі септік бар. Неше септік? Келесі Айбан. Атау септіктен сұрағы кім не, кімдер нелер болды. Алинур. Әлек септігінің жалғауларын ата. Әлек септіктердің жалғаулары нан, нән, тын, тін, дын, дін. Келесі Еркежан. Септіктің сұрақтарын жалғауларын ата. Септіктің жалғаулары Қаке. Келесі жаты септігінің сұрағы қандай? Жаты септігінің сұрағы кімге, неге, кімдерге, нелерге. Келесі ертегіні тыңдайық. Қоян ата көжектеріне көп сәбіз әкеп бірден бөліп берді. Ең кенжесі сұр көжек, маған қотыр сәбіз бердің, жемеймін деп ұртын бұрт етті. Сәбіздің түп жағында бұршақтың үлкендігінде 2-3 бүртігі бар екен. Оны басқа бір көжек қағып алды да бірақ асады. Сұр көжек аш қалды. Атасы оған солай балам, өкпелеген үлесінен құр. Енді балалар, келесі осы ертегі бойынша сұрақтарға жауап береміз. Көжектің ренжіген ұн ишарамен көрсет. Ертегінің тәрбиелі бөлімі ол сен өзің бағына қанағат етуге берген нәрсеге қолданбай қанағат береді. Дұрыс айтады. Ертегідегі тәрбиелік мәні қанағатшыл болу керек дейді. Сонымен балалар, шығыс септігі дегеніміз не екен? Алла, оқып жіберші. Шығыс септігіндегі зат есімдер кімнен, кімдерден, неден, нелерден, қайдан деген сұрақтарға жауап береді. Шығыс септігі атау септігіндегі сөзге нан, нен, дан, ден, тан, ден жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды шығыс септік жалғаулары деп атайды. Бүгінгі уақытқа дейін өткен септіктерге байланысты берілген сөздерді, яғни қояндарға сәбіздер беру арқылы қайталап өтейік. Ол үшін қазір бізде су тобының оқушылары өздерінің сәбіздеріндегі сөздерді оқып, әрқайсысы қоянға
берейік. Қоян, атау септігі, жұмбақтан, табыс септігі, атау септігі, көжектеріне бар септігі, құстарға шығыс септігі. Оның оқушылары Алдан шығыс септігі, қойдан шығыс септігі, көже атау септігі. көжек атау септігі, атау септігі. Қояндарға орналастырамыз. Бізде жер тобының оқушыларының тапсырмаларында қандай? Құстарға бар септігі, көжектердің атау септігі, шаруаға бар септігі, үйден шығыс септігі, жұмыртқаның табыс септігі. Жақсы, қояндарды орналастыра қояйық. Ұста біздерімізді. Балалар, сонда бізде қайсы қоян көбірек сәбіз жинайды? Шығыс септігі, иә, өйткені бүгінгі біздің өтіп жатқан тақырыбымыз да шығыс септігі болғандықтан біз шығыс септігіндегі қоянымызға көбірек сәбіз берген екенбіз. Дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазып, 66-шы жаттығуды орындаймыз. Онда көп нүктенің орнына шығыс септігіндегі тұрған жалғауларды жалғап жазамыз. Қожықтан шығар, астыл тастан шығар. Жақсы, мұндағы шығыс септіктер тұрған жалғау? Жастан жалғауы тан, тастан жалғауы тан. Жақсы. Одан оқтанды астық. Ондағы Шығыс септігі жалғау. жалғауы тан. Балалардың тапсырмамыз, топтық жұмыс. Бұнда қазір бірінші су тобына мен қандай сөздер беремін? Ағаш, қала, сүңгі, жанартау деген сөздерге шығыс септігіндегі жалғауларды жалғап сөйлем құрамыз. Түсінікті? Ал келесі топқа ауа тобына мына жалғауларды қатыстыра отырып сөздер бастасыңдар. Және ол сөздерді бір сөйлем айтып шығамыз. Келесі өшіргіш деген сөзді септеп жазамыз. Келесі топта сіздерге жер тобына мына сурет бойынша шығыс септігіндегі сөздер болатындай әңгіме құрап жазасыңдар. Ағаш сөзіне шығыс септігінің жалғауын жалғап сөйлем құрадық. Ағаштан ауа тазарды. Екінші сөз қала. Қала деген сөзіне шығыс септігінің бүлдіргеннен, ағаштан, өрістен, қаладан, көзден деген сөздерден сөйлем құрамыз. Бүлдіргеннен тосап жасадым. Ағаштан аяқ жасадым. Өрістен қойды көрдім. Атау септік, өшіргіш, ілік септік, өшіргіштер, бар септік, өшіргіштер, табыс септік, өшіргіштік,
жат септік өшіргіштен, шығыс септік өшіргіштен, көмекте септік өшіргіштен. Айгүл мен Айжан таудан сырғанады, Самат қардан аққала жасады, Марат шанадан құлап қалды. Балалар даладан аққалаға арналған сәбіз тауып алды. Жақсы, бұндағы шығыс септігінде тұрған жалғауы бар сөздерді аташы. Таудан, шанадан, даладан, қардан. Қардан. Жақсы. Бүгінгі сабағымызды аяқтай келе, бүгін біз осы уақытқа дейінгі өткен септіктерді қайталау мақсатында бақаны тамақтандырып көрейік. Ол үшін біз мына сұрақтардың жауаптарын айта отырып, масаларды бақаға береміз. Таңертең ол шығыс септігіне жатады. Жақсы, келесі Нұрай. Таңертең табыс септігіне жатады. Даде табыс септігінің жалғауы екен. Жақсы, келесі Алтынша. Наны ол табыс септігіне жатады. Келесі Ануар бұнасын. Ге бар септігіне жатады. Кімнің неге ол ілік септігіне жатады? Келесі Алуа.